Достар, барлықтарыңа сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео блогым Түркиядағы алғашқы саяхатым деп аталады. Түрік тілін үйреніп, Түркия елінің тарихымен, мәдениетімен танысып, Босфор бұғазының жағасында орналасқан Стамбул қаласының көрікті жерлерін бірге аралайтын боламыз. Ал ендеше видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Ең біріншіден біз Арбатқа келдік. Бұл жерді біраз аралап, серуендеп қайттық. Жолай жеміс-жидектер сататын дүкенге келдік. Бұл хош иісті камера жеткізе алмайтыны өкінішті, себебі иісі мұрын жарады. Кейін сауда орталығына жол тарттық. Топырлаған адамдар, тар көшелер, музыка, балмұздақ сатушылардың шоуы, жолдағы кептелістер, құдды бір түрік сериалдарына тап болғандаймыз. Пеликан сауда орталығына келдік. Іші өте үлкен, әрі ассортимент көп. Кейін қыздармен бірге киімдер қарауға келдік. Сауда орталығынан шыққан соң теңіз жағаға жол тарттық. Бұл ғажап көріністі сөзбен жеткізу мүмкін емес. Себебі теңіз қорқынышты шабыттандырады, үміт береді. Шытырман оқиғалардың қиялдары үшін бұрын-соңды болмаған мүмкіндіктерді ашады. Содан соң кешкі ас ішуге келдік. Кешкі Стамбулдың салқынымен жатақханамызға қайттық. Осымен видео аяқталды. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода жүздескенше.